Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін балаларға өте тез дайын болатын үй жағдайында мини пицца дайындаймыз. Ең алдымен осылай багет нанымызды бірнеше бөліктерге бөліп турап аламыз. Жұмыртқаға шым-шым тұз және де сүт қосып барлығын жақсылап араластырамыз. Содан соң багет нанын осы жұмыртқалы массаға аунатып алып, пергамент бумагасы төселген духовканың листына салып шығамыз барлығын. Содан кейін барлығының үстіне кетчуп жағып шығамыз. Әрі қарай төрт бұрышты ұсақ етіп туралған колбаса немесе сосискемізді, содан соң сырды үстінен сеуіп шығамыз. Ең соңынан черри помидорын 4 бөлікке бөліп, 2-2-ден қойып шығамыз. Енді 180 градустағы пешімізге сырымыз ерігенше 10-15 минутқа салып аламыз. Мінекей, осымен біздің мини пиццамыз дайын болды. Балаларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!